Баршаңызға қайырлы күн, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода балалық шақты еске түсіретін, өте дәмді әрі жақсы болып шығатын коржықтар дайындайтын боламын. Құрамы мен мөлшерін төменгі описаниеден таба аласыздар. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға жылы айранымызды құйып, оның үстінен бір жұмыртқаны салып, қантымызды салып, барлығын жақсылап араластырып, оның үстінен дәміне қарай тұз салып, ас содасын салып, бір шай қасық ванильный сахар, жарты шай қасық қопсытқышты салып, барлығы ерігенше, біріккенше араластырып алатын боламыз. Содан соң сұйық майымызды қойып, тағы да араластырып алатын боламыз. Келесі електен өткізілген ұнымызды аз мөлшерден салып, қолға жабыспайтын қамыр илеп алатын боламыз. Бұл жерде ұн әркімде әртүрлі, сол себепті барлығын салып жібермейміз. Көріп тұрғандарыңыздай, осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шығады. 10 минутқа пищевой пленкаға орап, холодильникке салып қоятын боламыз. Міне біздің 10 минутымыз өтті. Столдың үстіне кішкене ұн сеуіп, өзімізге қажетті бөліктерге бөліп алатын боламыз. Мен осылай сразу пергамент қағазын төсеп, үстіне қамырымды жайып алатын боламын. Жайып алғаннан соң, осындай думалақ формамен кесіп шығатын боламыз. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша басқа да формамен кесіп алсаңыздар болады. Кесіп алғаннан соң ортасынан тағы да осындай кішкене думалақ формамен тағы да кесіп шығатын боламын. Дайын болған коржықтарымыздың үстінен жұмыртқаның сарыуызын немесе мен сияқты 2 ас қасық сүтті щетканың көмегімен жағып шығатын боламыз. Дайын болған коржықтарымызды 180 градуста 20-25 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, біздің коржықтарымыз әдемі болып пісіп шықты, өте жұмсақ, үйде жасап көріңіздер. Егер де видео рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!